Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге жүз кеңес денсаулық арнасы. 60 жастан кейін ағза әлсірей бастайды. Сондықтан дұрыс сусындарды таңдау өте маңызды. Олай болса сіздерге денсаулыққа пайдалы 5 сусын туралы айтатын боламын. Жылы таза су. Күні бойы жеткілікті мөлшерде су ішу ағзаны тазартады, буындардың жұмысын жақсартып, қан айналымын қолдайды. Келесі сусын итмұрын шайы, яғни шиповник. Итмұрын С дәруменіне өте бай. Ол иммунитетті күшейтіп, жүрек пен қан тамырларын қорғайды. Үшінші сусын ол әрине көк шай. Көк шай антиоксиданттарға өте бай. Ол қартаю процесін баяулатады, сондай-ақ қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Келесі сусын айран немесе кефир. Айран ас қорыту жүйесін жақсартып, ішек микрофлорасын қалпына келтіреді, сондай-ақ сүйекке пайдалы кальцийдің көзі. Ең соңғы, алайда пайдалылығы жағынан алдыңғыларынан кем түспейтін ол әрине түймедақ, яғни ромашка шайы. Ол жүйкені тыныштандырады, ұйқыны жақсартады, сондай-ақ қабынуға қарсы әсері бар. Қантты, газдалған және өте күшті кофе сияқты сусындарды азайту керек. Табиғи, жеңіл және дәрумендерге бай сусындар ол әрине ұзақ өмірдің кілті. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Әрине, халық емін қолданбас бұрын ең алдымен өзіңіздің денсаулық жағдайыңызды ескеріп, міндетті түрде жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.